Сәлем, менің есімім Мақпал Қаратай, YouTube арнама қош келдіңіз. Бүгінгі тақырып ақша, байлық жайлы болады. Әлемнің 3% халқы, сіздер білесіздер, өте бақуатты, жаңағы бай, дәулетті өмір сүрсе, қалған 97%, яғни өте кедей және қатты қиналыста өмір кешуде. 3% пен 97%-ның айырмашылығы неде? Ол 97% жаңағы Құдай олар жақсы көрмей, осындай қиындыққа жіберген жоқ. 3%-ның айырмашылығы олардың тек қана мышленесінде болып табылады. Жаңа ғана маған дайректе бір кісі жазған екен. Мына дефицит сезімнен қалай құтыламыз деп. Сіз оны өзіңізден бүйтіп кесіп, аппендицит сияқты алып тастай алмайсыз. Мен өзімнің сабақтарымда үнемі үйретемін. Әркім өзінің ішкі программасын анық көре алу керек. Оны көру үшін сіз өзіңіздің қазір дыханияңызға назар аударған кезде, сразу өзіңіздің ішкі әлеміңізге назар аударғанда, өзіңізге бәлкім мына сұрақты қойған кезде, мен не ойланып отырмын, не сезініп отырмын деген сұрақты қойған кезде, сіз өзіңіздің бессознательный программаларыңызды көре бастайсыз. Яғни сіздің өміріңіздегі жамботалар, сіздің ойыңыз, қараңызшы, сіздің ойыңыз сіздің аузыңызға келетін сөзге әсер етеді. Сіз не ойлайсыз, соны сөйлейсіз. Ал сіз не сөйлейсіз, соны әрекет ете бастайсыз. Соның аясында әрекет етесіз. Яғни ой сөзге әсер етті, сөз әрекетке әсер етті. Әрекеттің аясында сіз жаңағы оның аясында сізде дағды пайда болады. Яғни сол дағдыларды үнемі қайталай бересіз. Сол дағдылардың арқасында сізде характер пайда болады. Белгілі бір мінез құлық пайда болады. Сол мінез құлық сіздің неңізді құрастырып тұр, тағдырыңызды құрастырып тұр. Яғни сіздің ойыңыз айналып келген кезде ең соңында сіздің тағдырыңызды жасап отырған сіздің ойыңыз болып табылады. Сондықтан, егер сіз осы кедейшіліктен, немесе қиындықтан, кредиттен арылғыңыз келсе, жамбота өзіңіздің ішкі әлеміңізге үңілуіңізге тура келеді. Мен бұл сөзді миллион есе айтқам, миллиард есе айтуға дайынмын. Сіздің ішкі әлеміңіз сыртқы өміріңізді құрайды. Яғни ақшасы бар адам мен ақшасы жоқ адамның айырмашылығы оның ішкі әлемінде болып табылады. Яғни ол адамның ішкі структурасы, системасы басқаша болып табылады. Енді сіз қазіргі өзіңіздің структураңызды дыханияңызбен мен не ойлап отырмын, мен не сезініп отырмын деп назар аударғаннан кейін сізде әртүрлі сезімдер көтерілетінін байқайсыз. Мысалға, менің өзімнің өмірімде ақшасыз жүрген кезімде, оказывается, менде часто көтерілетін сезім ол дефицит. Как будто өмірде ақшаның барлығы үлестіріліп жатыр, маған жетпейтін сияқты. Яғни мен сол дефицитный состояниеге түсіп кетемін де, жан таласып зорға бастаймын. Үнемі стресске түсем, бір нәрсе жасаймын, жан таласып. Бірақ қанша осынша шаруа жасасам да, менің жаңағы шаруаларым нәтижелі болмайды. Өйткені мен дефициттің аясынан, жан таластың аясынан әлемге не істеп тұрмын? Аяқ басып, қадам басып тұрмын. Соған сәйкесінше ойларым дефицит. Ойбай, енді ақша не істеймін? Ақшасыз қалсам қайтемін? Сезімдерім жаңағы стресс, кортизол гормоны бөлінеді, өз-өзінен жан таласу, зорығу болып табылады. Сондықтан мұндай аяда, мұндай ішкі кеңістікте сізге, естественно, сыртыңызда кедейшілік келе бастайды. Және тағы бір дүние, мысалға, менің өмірімде қазір ол туралы сіздерге айта кететін боламын. Бірінші осы ойды аяқтап алайын. Яғни өзіңді бейшара сезіну, жаңағы жоқшылық, дефицитке түсіп кету, осы дүниелерді өзіңіздің ішкі программаларыңызды көруге тура келеді. Каждый раз көрген кезде ол программаларды өзіңізден отдаляйте. Шаолин монахтарының керемет Рейн деген техникасы бар. Маған қатты көмектескен техникалардың бірі. Рейн техникасында не дейді? Яғни сіздің ішіңізде самообладание жайлы айтады Рейн техникасы. Яғни өзіңді обладать. Мынау ішкі программалардың өзіңді басқарып кетуіне мұрсат бермеу. Мысалға, сіздің ішіңізде дефицит көтерілді, либо мен бейшарамын деген сезім көтерілді, либо өзгелермен салыстыру көтерілсе, сіз сол программалардың жетегінде кетіп, соның төңірегінде ойланып, соның төңірегінде сезініп, сезімдеріңіз солай қарай кетіп қалуға тиісті емес. Самообладающий человек көреді, Рейн тақырыбы бойынша бірінші көресің, менде қазір өзімді бейшара сезіну, либо дефицит көтеріліп тұр. Көресің, растайсың. Одан кейін ол дүниеге жаңағы название бересің дейді. Оған жаман және жақсы деген баға бермейсің. Өзіңді бейшара сезініп көтеріліп тұрма, яғни ол жаман және жақсы емес. Сен оған үйреніп кеткенсің. Әбден сол сезімдердің аясынан әлемге өмір кешіп, әлемге солай шығуды үйреніп кеткенсің. Көрдің, екінші байқадың, екінші оған название бердің. Мен мысалға олардың бәріне атау қойып тастағам. Үшінші, название бермесең де болмайды. Болады, яғни үшіншісі ол не? Изучать осыны. Неден мен бұндай сезімге түсіп кетем? Қандай триггер, сыртқы күш менің осындай сезімге түсуіме ықпал етті? Яғни, Каспий кодындағы, например, счетың ақша түспей жатқаны ма, жоқ әлде басқа ма? Қандай сезім менің осы киімді киюге, осы химияның бойыма бөлінуіне ықпал етеді деп сен бағалайсың. Одан кейін бағаламайсың, яғни солай анықтайсың. Төртінші,
ол сезімді өзіңнен, яғни отдаляешь. Сен ол сезім емессің. Ол сезім сенің бойыңда әбден үйреніп кеткен матрицаң, программаң болып табылады. Каждый раз бөле бересің, осылай бөле бересің. Наоборот, ол сезімнің жетегіне кетіп, страданияға өтіп, өмір жаман, мен ақшасызбын, мен бейшарам дегеннің алып кетуіне жол бермейсің дейді. Яғни осылай өзіңді қайтарып аласың. Мен 14-ші, 15-ші ма? 15-ші, 16-ші, 17-ші мамыр күндері код денег деген сабақ үйретемін. Сол жерде осы программаларды біз кәдімгідей отырып терең трансформациялайтын боламыз. Ол сабаққа қатысу құны Жамбота небәрі 8888-ақ теңге. Как всегда, өте көп білім, өте көп практика, өте көп методология болады. Және сабаққа қатысу үшін төменде сілтеме қойылған, сол сілтемемен өтіп байланысқа шықсаң болғаны. Енді әрі қарай түсіндірейін. Сен жаңағы 3% пен 97%-тің айырмашылығы олардың мышлениясінде дедім. Біз сабақтың барысында осы мышлениеге терең тоқталатын боламыз. Бай адамдардың мышлениесі қандай, кедей адамның мышлениесі қандай. Айырмашылық тек қана ішкі жан дүниесіндегі структурасында, мышлениесінде болып табылады. Енді жан дүниесінде емес, ішкі программасында болып табылады. Енді осы мышлениеден бөлек мен сіздерге бір Боб Проктордың керемет сөзін айтқым келеді. Егер сен жаңағы 3%-ке кіргің келетін болса, не істеуің керек деген. Осы кіргің келетін болса, мен бұл тақырыпқа арнайы YouTube-та видео жазғым келіп тұр. Қазір сіздерге қысқаша айта кетейін. Сен өзіңде, яғни потребностьқа ие мамандық иесі болуың керек дейді Боб Проктор. Ол қалай? Мысалға, мен өзімнің түсінгенім, ақша әлемге сен қаншалықты белесің, қаншалықты сен әлемге мұқтаждықты жабасың, соншалықты саған ақша келеді, әлемге бергеніңе сәйкес. Енді Боб Проктордың сөзі бойынша незаменимых людей нет дейді. Яғни әлемде мысалға сені заменить етпейтін адам жоқ. Бірақ сенған деген потребность жоғары болған сайын саған адамдар ақшасын беруге асық дейді. Ол ойды мен сіздерге қазір ашып түсіндіретін боламын. Мысалға сен өз ісіңде мықты дәрігер болатын болсаң, яғни барлық фокусыңды, жаңағы өзіңнің желаниеңді мықты дәрігер болуға арнадың, жылдарыңды, ғұмырыңды, сен жаңағы отвлекающий маневрмен біресе ойынға, біресе тойға, біресе біреуге ренжуге кетпедің. Бүкіл сенің фокусың, назарың өзіңнің мықты дәрігер болуыңа арналған болса, күндердің күнінде, яғни саған потребность пайда болады. Сенің жаңағы ісіңе қолқа салатын адамдар пайда болады. Яғни сен бір жерде жақсы операция жасауың керек болады, бір адамдардың өмірін қорғап қалуың керек болады. Мұндай моментте саған адамдар өзінің ақшасын өздері-ақ әкеп беруге дайын болады. Сондықтан Боб Проктор айтады, егер сен сол 3%-ке кіруің үшін өзіңнің мықты маман болуыңа тура келеді дейді. Мен бұл ойды бәленбай жылдан бері қаншама өзімнің менторствома келген, сабағыма қатысушы адамдарға айтқым келеді. Егер сен жаңағы өзіңнің ісіңде четкий, например, маман болу үшін сен басқа отвлекающий маневрларға мән бермей, оның алып кетуіне ықпал етпей, полностью өз ісіңде ден қоюыңа тура келеді. Мысалға қараңыздар, менің ісімде осы видеоны тыңдап отырған қаншама, например, психология саласында, YouTube-та, болмаса Instagram-да жаңағы ақпарат таратып отырған адамдар болуы мүмкін. Осы адамдарды дамыту саласындағы мамандар. Енді сен өзіңнің ісінде мықты болам деп видеоны қостың, например, сол кезде біздің ішімізде отвлекающий сыртқы маневр емес, ішкі маневр пайда болады. Ол қандай? Мысалға, видео қазір дұрыс жазылмай жатқан сияқты, мен қазір дұрыс сөйлемей жатқан сияқтымын деп, сенің ішіңде үнемі өзіңді бағалау тұрады. Өйткені мен жаман жасаған сияқтымын, мен жаман сауда жасаған сияқтымын. Осы ішкі отвлекающий, сыртқы және ішкі отвлекающий маневр бар. Ішкі отвлекающий маневр сені көп жаңағы аяғыңды тұсаулайды. Өйткені сен қазір видео жасауға, либо сабақ өткізуге, либо адамдармен жұмыс как только ден қоясың, сенің ішіндегі бір сынайтын, сен жаман, либо жақсы маман екенді сынайтын дауыс саған жұмыс істеуіңе кері ықпалын тигізеді. Ол саған, ой, мен күшті болмай тұрған сияқтымын дегендіктен, сен не істейсің? Өзіңнің жаңағы аяғыңды тежеп, ары қарай өзіңнің ісіңді жалғастырмайсың. Бұл ішкі дауыстардан қалай арылу керектігін мен жаңағы 15-ші, 16-ші, 17-ші мамыр күндері өтетін сабақта кәдімгідей терең тоқталатын боламын. Өйткені адам ақшаға жету үшін өзіне қатты жаңағы күмәнданып, мен дұрыс жасадым ба, дұрыс емес жасадым ба деп әр ісіне тоқталған сайын осының барлығы сен тежей беретін болады. Сен өз ісіңнен алдыңғы орынға жету үшін, өз ісіңнен жаңағы алдыңғы орын деген сөз дұрыс пайдаланып тұрған жоқпын, өз ісіңнен жаңағы белгілі бір нәтижеге жетуің үшін сенің ішіңде сынай беретін дауыстардың тоқтауы тиіс. Және сыртқы өмірде отвлекающий маневр болады. Мысалға мен айтам,
Сен өзіңе цель қойдың да, мысалға бір жылдың ішінде ағылшын тілін оқығың келеді. Сен ағылшын тілін оқысаң, бәлкім сенің ақшаң сол салада өзіңнің салаңда көбейетін шығар, иә. Как только біз ағылшын тілін оқимыз деп цель қойғаннан бастап не істейміз? Біздің ішкі және сыртқы отвлекающий маневрларымыз жұмыс істей бастайды. Ішкі маневр не істейді? Біз жаңағы, ой, мен күшті оқып жатқан жоқ сияқтымын, либо ертең оқимын, сосын бір күні бастаймын деген дүниелермен өзімізді кейін тежейтін болсақ, сыртқы маневрлар сол күні сенің достарың шақырып қалуы мүмкін, болмайтын жерге баруың мүмкін, болмайтын бір жерде жаңағы өсек айтып қалуы мүмкін, инстаграмға қарап біреудің өміріне. Яғни біз өзімізді самообладание, өзімізді басқара алмаймыз. Бізді бүкіл өмірімізді сыртқы және ішкі күштер ұрлауда. Осы маневрларға мән бермей, өзін четко перепрограммировать етіп, ішкі программасын изобилияға, өзінің мықты екеніне толтырып, және сыртқы программаларын да алып кетпеуіне ықпал етпейтін адам міндетті түрде мен сіздерге гарантия беремін, аз ғана уақытта өзінің жаңағы қаржылай жағдайын өте жоғары жағдайға жеткізеді. Және ішіңді, как только сен ішіңнен өзіңнің лайықты екеніңді, жаңағы ақшаға өзіңнің достойны екеніңді сезінесің, сыртқы өміріңде сразу ол не істейді? Көрініс таба бастайды. Біз осы 15-ші, 16-ші, 17-ші мамыр күндері өтетін код денег, расслабленный деньги, кәдімгі спокойно, расслабленно отырып ақша табу деген тақырыпта біз осындай жаңағы ішкі және сыртқы отвлекающий күштерге тоқталамыз, және өз ісіңде жақсы маман болуыңа не кедергі болып тұрғанына тоқталамыз, және мышленияны алмастыратын боламыз. Ол сабақта практикалар өте көп болады. Қатысу үшін төмендегі сілтемені басып, описанияға өтіп, сол жердегі сілтемені бассаңыз болғаны. Күтемін.